Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай майонезсіз дайындалатын, құрамына ет қосылып жасалатын өте жеңіл салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қиярды көлеміне қарай 2-ге немесе 3-ке бөлемін. Бөлінген әрбір бөлікті ұзынша етіп турап, арнайы салатты жасайтын ыдысқа саламын. Қалауларыңызша тәтті бұрыштың кез келген екі түсін қолданамыз. Мен қызыл және сары түстерін пайдаланамын. Өздеріңіздің қалауларыңызша таңдасаңыздар болады. Егер сіздер ащыны қалайтын болсаңыздар, онда дәміне қарай ащы бұрышты да қосыңыздар. Бірақ мен ащы бұрышты қоспай жасаймын. Енді пиязды алып, оны ұсақтап турап аламын. Туралған пиязды ыдысымызға салып, шетке қарай алып қоямыз. Содан соң етті де осылай бірнеше бөлікке бөліп, әрқайсысын осылай ұзынша етіп турап аламыз. Табаға сұйық майды құйып, майдың қызғанын күтеміз. Май қызған уақытта жаңағы туралған етіміздің барлығын салып, бір қабат араластырып аламыз және бірнеше минутқа осылай қуырамыз. Бірнеше минуттардан кейін еттің өзінің сұйықтығы бөлініп, еті осылай көпіршіктенеді. Сол сұйықтықтың барлығы тартылып болғанша етті қуырып, суы тартылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бірнеше минут қуырамыз. Пиязымыз сарғая бастаған уақытта оған жарты кесе суымызды құйып, тағы да бір қабат араластырамыз. Бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін астын басып, етіміздің суы толықтай тартылғанша пісіріп аламыз. Міне осылай біздің етіміздің сұйықтығы тартылады. Сол уақытта соя тұздығын құйып, тағы бір қабат араластырамыз. Ет толық қуырылып болғаннан кейін оған үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, күйіп кетпеу үшін үздіксіз 2-3 минуттай араластырып қуырамыз. Қуырылған массаны жаңағы турап қойған көкөністердің үстіне саламыз. Сарымсақ тісшелерін пресстен өткізіп салатқа қосамыз. Немесе пышақпенен ұсақтап турасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кристаллик дәмдеуші, паприка және қызыл бұрыш және 3-4 тамшы сірке қышқылын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатқа арналған арнайы кез келген әдемі ыдыстарыңызға салып, қалауларыңызға байланысты менікі сияқты күнжіт дәнектерімен әсемдеп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Осылайша салатымыз өте жеңіл әрі оңай дайындалады, өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес етемін, дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.